Ай мектеп. Дана, саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы іс-әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики үріп жатыр. Күрделі етістік. Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды, түсті, домалап кетті, домалады, сыпырып жүр екен, сыпырады.